салаттың заттары басталды уже. Список жазып отырса я. Салат хамам. жаздым сметанник па? Сосын нені ана неңді өзің пісіресің. 22 сәуір біздің папаның туған күні, соған Құран оқытамыз. Жарты күн демалып алдық. Енді продукты кеп бара жатыр. Список жазып отырмын. Сая продукт алуға кетіп бара жатыр. Жолың болсын, Сая. Арыстан, біз бармаймыз. Сәлеметсіз ба, қалыңыз қалай? Таксиге мейірханаға келді. Базарға продукт алып шығамыз. Ертеңгі садақшаға. Примерно Аралдың базары осындай. Анда барып, анда барып. Біздің хит базарымыз бар. Берекелеген қалғанын содан аламыз, қалған продукт. Заказдар. Әжесіне көмектесіп жатыр. Ана әкесіне жіберін әлі. Сондай ғой. Осы жақта осылай илейді бауырсақтардан. Көп үлкен қылып илейді. Каштана пісіреміз, е? Бауырсақ. Бағана Розақа едек кеткен. Бізде көрші көлем... А? Бұл дегені көтеріп жатыр, нағара. Әкеп болмайды. Қайтарып үйлеп жібереміз. Ал, шығарайын ба? Шығарып жібер, қайтарып илейді. А біраз қайтарып үйлеп алайын. Нағара Сая көтеріп. Вай, мынадай. Бізден кішкентай тамақтан істеп үйренгенбіз ғой, мәссаған. Ауылда осындай. Ауыл вайп. Иә. Қамырды мәссаған. Мен қайтарып бастырып отыр. Алдындары көкенің жылдық сондай садақалары болды ғой, мені қандай кезде жеңше екеуміз едіміз қалаң атпай тұрамыз, дестеше кәдімгі. Қазір әйтеуір көрші жеңгелеріміз жақсы ғой. Мынау бір үлкен абырой қылып, 2 табақ үлкен бауырсақ пісіру деген болды. Иә, сондай мысалға. Оңай емес қой, қарашы, қамырдың өзі бір баппен істелген ғой. Ильяладың екеуміз үйреніп алайық деп. Қайтарып үйлеуді өлтіреміз. Қайтарып үйлеуді өлтіреміз. Осы жағдайсы бір пиццаның қамыр сияқты. Жоқ. Ой, не болмай жатыр деші айтады. Ой, не болмай жатыр айтады. Неге мен сөзімді айтып алады? Міне ауылға келіп, қазір балық қурамыз, соған мындай қылып кесіп дайындап жатырмыз. Міне қараңдар. Осындай қылып кесіп кішкене. Балық, бұл Аралдың, теңіздің балығы. Жеңше қарап тұр, қолын сындырып алып. Баяғыда патырлайтын еді. Қазір жеңшенің қолы гулька болып тұр. Деп өзіме көп алып қалдым ба. Көрдіңдер ма балықты? Импортный пышақ. Иә, бұл міне атаның пышағы ма, атаның атасының пышағы бұл. Осыдан басқа өтетін пышақ таппай тұрып дейді. Айтадының хит проекті ши бауырсағы. Дастарханға қоюға ши бауырсақ пісіріп жатыр айтады. Мынау еще үрет күніш. Өстеміз да, сосын былаймен қойсын. Кішкен тақсы керек. Өстесін үйреніп ал. Менің мобилографым жұмыс сабаққа кетіп қалады. Міне осылайынан ши бауырсақтың барлығын жабысып қалмау үшін ұнға істеп алдым. Мен майымды қыздырып жатырмын. Тез дайын болады өзі. Қуырып алам. Еще үріліп піседі күшті болып. Осылай қызарғанша араластырып тұрып пісіреміз. Вот осылай өріліп піседі.
Ыстық балам, ыстық. Міне қана жерге бауырсақ. Ол кесіледі, далаға қуырылады. Кесіледі, қуырылады. Дайындап қойып жатыр. Біз бауырсақ пісіруге жатырмыз. Соған қызметтеміз. Міне мынадай горелкаға пісіреміз. Соған мен бауырсақ қасушым. Үлгеріп жатыр ма дейді. Үлгеріп жатыр ма дейді. Роза апалар көмектесіп жатыр. Бауырсақ тасқын деген осындай болады. Күшті. Бауырсақ бітті. Міне біздің бауырсақ. Арасын ашып жүрдік. Әйтпесе орыс естисің кәдімгідей. Зере қара. Зеретай, 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 зеретай. Гүлка самса пісіріп жатыр. 45 болды. Мынаумен 65 болды. 65? Енді бір рет салам, сонымен болды. Мә. Oldu, қол шапалақ. Түнгі сағат 1:30 чебуреки қуырып болдым. Мына жерде қараңыздар, бір пакет сәбіз. Ертең күріш не екен, еттің астына күріш жасайды екен, соған осылайына сәбіз дайындап қояды екен. Қараңыздар. Түнгі сағат 2:30. Мына дүниенің барлығын жасаймыз, дастархан жасаймыз енді. Мен қызым көрсеткен жерде. Дастархан жасау басталды. Түнгі сағат 3. Сая, алма жуып отырған сая. Тақырып солай болады. Еще мандарин бар, е. Қарағандыдан арқалап келген сухофруктыңды өзің сал деді ғой. Осылар үлкен бәріне енді осыны саламыз. О, Алланың құдіреті, адасып кетпесек болды өзі. Мына жерде сухофрукт мынау болды да, енді мына жерге печенье салуға кірісейін деп жатырмын. Неше мына жерде, неше дәрілге. Ужас. Масқара, я. Ауылда үлкен количество. Короче, түсіндірдер. Таңғы сағат 6-ға 10 қалды. Біз әлі дастархан жасап жүрміз. Шиборсақтан жер қойсам да. Қазір осы қаса үшіншіден күні бойы терлеген еңбегімнің жемісі. Ой, жемісі ма? Қалай болады? Күні бойы терлеген еңбегімнің нәтижесі осындай болды ағайын. Қалай былай? Мен күткізім ба? Бүгін бізде блог. Аталада дейін топырақ құйып жатыр. Ауыл байып. Сәлем бердік. Шешінбе, қайттан шығамыз ғой. Сәлем бердік. Ютубқа шығасыздар.
Biz degan vlog түсіріп жүрміз. Жауап бердіңіз ғой. Күрішін күріш асып жатыр. Қазанның ішінде күрішті көргіміз келіп тұр. Сұрқын үйді қойып қалмайын. Үйді қойып қалмайын, үйді қойып Алау күшті кетіп болмады ғой кешір. Күшпекті бір ашып кетіп тұрған бана. Не, он ішпейді ма? Ішпейді. Он екелесті. Ауылда дастархан осылай жасалады. Мына жерге көп адам келеді қазір. Құран. Менің қызым сияқты неге сағат